Сәлем бердім баршаларыңызға. Сіздермен мен Айгерім Мырзабек. Сіздермен бүгін түріктің палауын жасап көрсететін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдыменен каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік, бастаймыз. Ең алдымен керекті барлық заттарды турап дайындап алатын боламыз. Ең алдыменен етімізді қуырып аламыз. Майға, қазанымызға май құйып, етімізді қып-қызыл етіп қуырып алатын боламыз. Бұл бізде түрік палауы. Барлық тураған заттарымызды біртіндеп жеке-жеке қуырып алатын боламыз. Біздің өзіміздің қазақстандық палаудан қарағанда ерекше болады. Дәмі де өте керемет болып шығады. Кішкене тұз сеуіп, су құйып, етімізді піскенше кішкене бұқтырып қоятын боламыз. Содан кейін картошка мен сәбізімізді де жеке қуырып алатын боламыз. Қазанымызға салып, ең алдыменен картопымызды осылай қып-қызыл етіп, екі бетін қуырып аламыз. Толық рецепті мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Каналымда түрлі рецептер бар. Соларды да өтіп көріп кетіңіздер. Сәбізімізді де осылай екі бетін қуырып алатын боламыз. Қызартып. Сосын тапаға май құйып, кішкене көршімізді жуып, қуырып алатын боламыз. Көршімізді кішкене қуырып, куркума болса куркума, немесе осылай мен сияқты приправаны қосып қуырсаңыздар да болады. Кішкене сарғыш түс береді. Тұзбенен приправаны қосып қуырып алдым. Суыңыз міндетті түрде қайнаған болу керек. Қайнап тұрған суды күріштің үстіне құйып, кішкене бұқтырып қоятын боламыз. Қайнағанша бетін жауып тұрамыз. Қайнап су тартылғаннан кейін дәл осылай видеодағыдай шанышқының көмегімен тесіп бұқтырып қоятын боламыз. Кішкене су құйып жіберсеңіздер де болады. Асты жабысып қалмас үшін. Енді тамағымызды толық пісу үшін барлығын кезекпен жинайтын боламыз. Пиязымызды осылай дөңгелек етіп турап алып, бір пиязымызды астыңғы бөлігіне салатын боламыз. Міндетті түрде ыдысыңыздың түбіне май құйып алыңыз. Одан кейін жаңағы қуырып алған сәбізімізді салатын боламыз. Жақсылап жайғастырып аламыз. Сәбізден кейін етімізді жайғастыратын боламыз. Үстін басып жайғастырыңыздар. Сонда ыдысты төңкерген кезде жан-жақ қарай шашырап кетпейтін болады. Кішкене тұз сеуіп жеріңіздер. Менде тұз сеуіп жүрген жері кішкене түспей қалыпты. Еттен соң картопымызды да осылай жайғастырып алатын боламыз. Картопымызды да жақсылап жайғастырып аламыз. Міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды. Өте дәмді, күріштері езілмей піседі. Жартылай піскен күрішімізді де салып алатын боламыз. Күріш салғанда үстін жақсылап басып салу қажет. Міндетті түрде
Менде бұл жерде лазерный күріш болғаннан кейін дара-дара болып тұр. Кез келген күріштен жасай берсеңіздер болады. Осылай бетін жақсылап басып алатын боламыз. Содан соң еттен қалған суымызды құйып алатын боламыз. Күрішке дәм береді еттен қалған су. Осылай 10-15 минут көлеміне қойып, жай отқа пісіріп алатын боламыз. Мен бұл жерде көптеу қойып қойған екенмін. Сіздер аз қойып пісіріп алсаңыздар болады. Табам асты жұқа болғандықтан менде тез пісіп қойыпты барлығы. Осылай қасықты ұрып, астын түсіріп алатын боламыз. Міне, менде өте керемет шықты. Дәмінде сөз жоқ, айта алмаймын, өте керемет. Күріштері де бір-біріне жабыспай әдемі піскен. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Айран құйып жей берсеңіздер болады. Ас болсын. Сау болыңыздар.